Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Уақыт есепшісі Ақтілек Амангелді. Астана қаласынан. Ал қазір қауіпті сәт және кездесудің есебі ашылды. 70-ші номердегі Нұрсұлтан Әбду алаң иелерін есепте алға шығарып отыр. Әдемі жасалған шабуыл және Жандосбек Нәбиев мұнда Нұрсұлтан Әбдуді бос қақпаға шығарып берген болатын. Есеп 1-0 қатырменді. Көрермен Қазақстан футзал қауымдастығы жақын арада екінші кезеңнің өту орнын хабарлайды деген ойдамыз. Әсет Өскенбаев бір сейв жасай алды. Есеп теңесті. Али Айдар есепті 1-1-ге жеткізді. 25-ші номермен өнер көрсететін ойыншы. Алматылықтардың бұл кездесудегі алғашқы голын соқты. Сұлтан Құрманғазы әдемі пас берді. Ал Әсет Өскенбаевтың қарсы бағытына келген екен. Әсет реакция білдіріп үлгермеді. Шерхан Сауда ұлттық құрама өзіміздің қара көздерімізбен ақ толағай табыстарға жететін күн алыс емес деп сенеміз. Қазір қандай керемет гол, мынау голдың төресі болды. Әділет Сұлтанбек. Бір ешкімге көрсетпей, айтпай, білдіртпей бір соққы бақтап қалды. Ешкім күтпесе керек. Міне. Ерасыл Шарапиденовтың өз орнын тастап кеткенін сәтті пайдаланды. Әділет Сұлтанбек не деген соққы мұны. Бір мастер-класс қып көрсететіндей соққы. Голды тойлатуының өзі ерекше бір стиль таза Қызылорда болды. Әрекет екен білеміз. Сондықтан Шарапиденов допты бұрыштамаға жіберген еді. 3-1 есеп. Жандосбек Нәбиев 92-ші номерлі команданың капитаны есепті тағы да өзгертті. Тамаша бағытталған соққы. Жақын бұрышқа бағытталған доп. Бұл соққы өз нәтижесін берді. Өз командасы Мақаттан басым түсу үшін қолынан келгеннің барлығын жасады. Нұржан Серік. Нұржан гол жоқ. Қақпа бағанына тиді. Енді алматылықтардың қарымта шабуылы. Және бұл жерде гол бар. Есеп айырмасы қысқарды. Сен соқпасаң саған соғат деген футзалдың, жалпы футболдың жазылмаған қағидасы іске асты. Мұнда гол соққан, қателеспесек 4-ші номердегі Ильяс Самраев болуға тиіс. Дәл солай. 4-ші номерлі ойыншы. Амраев бағыттаған. Доп өз 6-0-0-де. Елорда командасына қарсы ойын өткізбек. Қалайша мұнда. Али Айдар гол соқты. 25-ші номермен өнер көрсететін ойыншы Әсет Өскенбаев. Өрескел қателік жасады.
және таразы басы теңесті қазір. Есеп 3-3. Енді барлығы да жаңадан. Басталады. Есеп өзгерді қазір, қадірменді ағайын. Нұржан Серік болу тиіс мұнда. 7-ші номермен өнер көрсететін. 4-3 ойынның соңғы сәттерінде міне Жандос Үспек Набиевтен пас салған Нұржан Серік. Мұнда Қайраттың ойыншыларының аяғына тиіп кеткен сыңайлы рикошет арқылы ұшқандай болып көрінді. Мына ракурстан да дәл сондай сыңайлы. Ерасыл Шарапиденов өз командаластарына